Хей, барлықтарына сәлем. Сендерді өзімнің YouTube каналымда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бүгін Малика апай сендерге күшті тақырып алып келді. Ол бізде антидененің құрылысы деп аталады. Біз барлығымыз антидене дегенді естідік, особенно ковид заманнан бері 2020 жылдан кейін антитела немесе антидене деген нәрсе біздің мемлекетте тіпті жер шарында өте популярны болды. Так, биологтар ретінде именно осы антидене дегеніміз не? Және де оның құрылысы қандай екенін давайте барлығына түсіндіріп береміз. Антидене дегенді өтпестен бұрын давайте анатомиядағы именно қанның құрамындағы лейкоцит дейтін жасушаларды есімізге түсіреміз. Өйткені олар бізге өте қатты қажет. Например, давайте біз көз алдымызға бір мемлекетті елестетеміз. И сол мемлекеттің әрине міндетті түрде әскері болады. Ол әскері сол мемлекетті қорғайды, жаулардан қорғайды, оларды өлтіреді, өзінің тұрғындарын сақтап қалады. Дәл сол сияқты лейкоцит дейтін біздің қанның ақ жасушалары біздің денемізді дәл осылай қорғайды екен. Но әскер бізде бірнеше топқа бөлінеді. Олар бізде базофилдер, эозинофилдер, нейтрофилдер, моноциттер және де лимфоциттер. Как будто там әуе әскері, там құрлықтағы әскер немесе теңіз флоты деп атайды ғой. Дәл сол сияқты біздің денеміз де дәл сондай. Біздің де әскеріміз 5-ке бөлінеді. Но егер де мемлекеттің әскері жаңағындай өзінің соғысатын қаруына байланысты бөлінсе, біздің лейкоциттеріміз өздерінің ядролардың типтеріне байланысты бөлінеді. Кейін сендер медицинский университетке түскенде немесе даже ғылыми мамандыққа түскен кезде сендер міндетті түрде адам физиологиясын өткен кезде осы лейкоциттерді микроскоптың астынан қарайтын боласыңдар и ядроларына байланысты ажыратасыңдар. Енді тақырыбымызға оралайық, антидене. Біздің антиденелеріміз осы лейкоциттердің ішінде именно лимфоциттерден пайда болады екен. Лимфоциттер бізде екіге бөлінеді. Т лимфоциттер және де Б лимфоциттер. Т лимфоциттер дегеніміз олар біздің тимусымызды дамиды. Енді бәріміз анатомиядан білетін шығармыз, иә? Ал Б лимфоциттер біздің сүйегіміздің кемігінде дамиды. И сол Б лимфоциттер бізде антиденелерді түзеді, және де дәл осы иммунитеттің түрін бізде гуморальдық иммунитет деп атайды. Антиденелердің ең басты қасиеті ол өзіне енген, яғни өзінің территориясына енген антигендерді анықтау. Шатас кетпес үшін давайте сразу сол сөздерді мағынасын ашып жазайық. Антиген деген бар, антидене деген бар. Давайте назар аударайық. Антиген генімізге қарсы, яғни біздің денеміздің территориясына кіріп кететін любой бөтен зат, гені бойынша бактерия болсын, бөтен қан тобы болсын, бөтен орган болсын, который трансплантация бойынша сәйкес келмейтін вирус болсын, паразит болсын, ол антиген болып табылады. Біздің генімізге қарсы, яғни бізге қауіп төндіретін зат деген сөз. Ал антидене сол кіріп кеткен антигенді өлтіретін бізде нәруыз болып табылады. Яблапанда антидене ол на самом деле құрылысы бойынша нәруыз, и оның қызметі антигенді анықтау, оны жою болып табылады. Антиденелер, олар біздің денемізде қалай және қайдан пайда болады? Біріншісі табиғи иммундалу кезінде, яғни бір ауруды жұқтырып алған кезде. Например, барлығымыз кішкентай кезімізде ветрянка дейтін аурумен ауырдық. Кім ветрянкамен ауырды? Мен ауырдым, маған зеленканы былай жақ қойды, құлағым айден шықты, мұрным айден шықты дейтін әңгімені бәріміз естідік. Енді қараңдар, сол антиген, ветрянканы шақыратын вирус, енді біздің денемізді қайтадан ауыртқыза алмайды. Өйткені дәл сол антигенге қарсы бізде антидене түзілді. Яғни бізді содан қорғайтын әскер түзілді деген сөз. Одан кейін бар вакциналауда. Ковид кезінде 2020 жылы біз бәріміз ковидке қарсы вакцина алдық. Немесе кішкентай кезімізде барлығымыз туберкулезға, БЦЖ-ға қарсы вакцина алдық. Например, маяқта бізде ізі бар, сол ненің вакцинаның ізі бар. Немесе барлығы там гриппқа қарсы вакциналады, тағы да там от бешенства вакциналады деген тәрізді, да? Яғни вакцина деген өзі ол жартылай өлтірілген вирус немесе оның сынығы кіретін сұйықтық деген сөз. И соны таныған біздің иммунитетіміз келесі жыл осындай кіретін болса, мен оны өлтіремін, мен осы денені қорғаймын деген тәрізді. Как будто иттерге бір белгілі бір заттардың иісін искетіп, дәл осы затты іздетіп үйрететін тәрізді, да, вакцина дегеніміз. Хорошо. Денеге бөгде жасушалар енген кезде қан құю, орган транспланттау деген тәрізді. Енді бұл түсінікті шығар. Аутоантигендерге айналған өзінің дене жасушалары. Аутоантиген дегеніміз не? Ауто дене деген сөз, антиген денемізге қарама-қарсы. Кейде былай болады. Клеткалардың гені істен шығып, бізде аутоантигендер пайда болады. Например, лейкемия.
рак крови, ақ қан ауруы. Бұл кезде лейкоциттердің өздері жаңағындай гендік информациясы өзгеріп кеткендіктен өзінің денесін өзі атаковать етеді. Дәл сол кезде дәл соларға қарсы бізде лейкоциттер пайда болады, как будто азамат соғысы тәрізді. Халықаралық жүйеге сәйкес антиденелердің қасиеттеріне ие сарысу нәрөздерінің жиынтығын бізде иммуноглобулиндер деп атайды. Яғни антиденелердің тағы да бір атауы бізде иммуноглобулиндер. Яғни любой мемлекетте бізде бір ғана сөзді қолдануға болады. Және де біз оларды қысқаша IG деп жазамыз. Олардың бізде формасына байланысты, атқаратын қызметіне байланысты 5 түрлі типі болады. Ол бізде иммуноглобулин G, E, D, M және A. Егер сендер ұбт-да дәл осы иммуноглобулиндердің типтерін ұмытып қаламын деп қорықсаңдар, уайымдамаңдар, мен қазір бір лайфхак көрсетемін. Давайте біз мына бір сөзді жаттаймыз. Яғни геймит деген сөз жаттап аламыз. Ол бізде иммуноглобулин G, A, M, E және D. Яғни 5 түрлі иммуноглобулин бар деген сөз. Енді антиденелердің 5 түрлі типін қалай жаттау керек лайфхагын көрсеттім. Енді нағыз тақырыптың мәні құрылысына тоқталайық. Мен бағана айтқан тәрізді, антидене табиғаты бойынша нәруыз. Ол біздің қанымызда бөлінген нәруыз. Мысалға, сол баяғы ковидке оралатын болсақ, адам ковидпен ауырған кезде қалай тест тапсыру барысында ол ковидпен ауырдым соны біледі. Өйткені оның қанын тексерген кезде соған қарсы антидене түзілді ма, түзілмеді ма, соны ғана анықтайды. Болды. Понимаете? Получается, біздің денемізге любой ауру кірген кезде, любой бөтен зат кірген кезде бірденен соған қарсы нәруыз синтезделеді, және соны іздеп тауып өлтіретін болады. Так, енді оның құрылысына тоқталайық. Так как бұл нәруіз, любой нәруіз бізде амин қышқылдарынан тұрады. Кез келген нәруіздің мономері амин қышқылдары и антиденелердікі, иммуноглобулиндердікі то же самое. Олар бізде 4 полипептидті тізбекті қамтиды. 4 амин қышқылынан тұрады. Назар аударайық. Пішіні U немесе Y дейтін әріпке ұқсайды, ағылшын тіліндегі. Екеуі ауыр тізбек болады, екеуі ауыр тізбек, ауыр. Мына аяқтағы екі кішкентай бізде жеңіл тізбек деп аталатын болады. Жеңіл немесе ұзын, бір жақта кішкентай деп те атайды, но біз ауыр және де жеңіл тізбек деп оқысақ болады. Көрдіңдер ма? 1, 2, 3, 4. 4 полипептидті тізбектен тұратын бізде нәруіз. Және бұлардың арасында бізде көпіршелер бар. Сол көпіршелер арқылы осы амин қышқылдары бір-бірімен байланысады. Міне мына жақта көпіршелер бар, мынандай. Мына жақта сондай көпіршелер бар, яғни байланыстар бар. И осы байланыстарда бізде дисульфидті көпіршелер деп атайды. Получается, антиденелердің құрылысы бізде амин қышқылынан тұрады, 4 полипептидтік тізбекті амин қышқылы, екеуі ауыр, екеуі жеңіл, және де аралар бізде дисульфидті көпіршелерден тұрады. Енді мына антиденеге назар аударатын болсақ, оның төбе жағы какой-то бір розовый түспен боялған, ал төменгі жағы сері түспен боялған. Но это просто обозначение. Яғни осындай болса деген тәрізді, да? Но мен сендерге айтайын, неге мына жағы ерекше розовыймен белгіленіп тұр? Өйткені именно біздің антиденелердің мынандай бас жағы өзгермелі келеді. Яғни қараңдар, грипптің бізде 1040 түрі бар. Жылда ауысады, жылда мутировать етіледі. И жылда оларға новый антидене түзіледі. Старый антидене өзін өзгерткен кезде тек қана бас жағын өзгертеді, бас жағымен қана бактерияға әсер ететін болады. Сөйтіп, бүкіл біздің иммуноглобулиндердің 5 түрлі типі дәл осындай біздегі амин қышқылдарының қалдықтарынан тұрады. Тек қана осы жақта бізде просто иммуноглобулиндердің бірігуінен тұратын екі иммуноглобулин айырмашылық табады. Ол бізде иммуноглобулин М және де иммуноглобулин А. ұбт-да кейде бұлардың пішіндерінде сұрайды. Так что пішіндерін осылай жаттап алуға болады. Енді дәл осы антиденелердің біздің денемізді қалай антигендерден аурулардан қорғайтыны жайында сөйлесейік. Олардың белгілі бір күшті қасиеті бар, және де оны бізде комплементарлық қасиет деп атайды. Комплементарлық сәйкестік деген мағынаны білдіреді. Бір антигенді екіншісінен ажырата алады. Мысалға, туберкулезға біздің денемізде қарсы түзілген антидене бары ветрянканың антигеніне қарсы жұмыс істей алмайды. Олай болса бізде бір ғана иммунитеттің түрі болып барлығын өлтіретін еді. Но олай емес. Каждый құлыптың өзінің кілті бар. Сол сияқты каждый бактерияны өлтіретін, немесе каждый вирусты өлтіретін өзінің антиденесі болады екен. Яғни олар еще ажырата алады. Әйтпесе, біздің денемізде пайдалы микрофлора бар. Яғни біздің ішегімізде пайдалы бактериялар бар, которые бізбен бірге өмір сүріп,
біздің ішегіміздің микрофлорасын құрып, бізге тамақты қорытуға көмектесетін. Балапандар, ондай нәрсе бар. Егер де біздің антиденеміз до такой степени бүкіл бактерияларды жойып беретін болса, даже сол бактерияларды да жойып тастайтын еді. Енді антиденелерге қалай әсер етеді, қалай олармен күреседі? Біріншісі, олар бізде коагуляциялаушы, лизиндейтін және де нейтралдаушы. Коагуляциялаушы дегеніміз бізде коагуляция, яғни антигендерді бір-бірімен жабыстырып, байлап тастайды деген сөз. Екіншісі лизиндейтін. Лизиндейтін дегеніміз мына бір гифкадағы тұрған тәрізді, мына бір нәруздер бактерияларға жабысаттағына мембранасын ертеді, мембранасын ерген соң бітті, цитоплазма сыртқа шығып, ДНК-сы жойылады. Және нейтралдаушы. Нейтралдаушы дегеніміз бізде ол уды қайтараушы деген мағынаны білдіреді. Яғни бактерия болсын, вирус болсын, паразиттер болсын, өздерінен у бөледі. Ол у біздің денемізді құртады, ол у тоже нәруз, кстати. И сол нәрузды бізде нейтралдайтын антигендер болады екен. Яғни тұнбаға түсіруші, байлап тастаушы, коагуляциялаушы, лизиндейтін ерітіп жойып тастайтын, нейтралдаушы, уын қайтару. Міне осымен бітті. Бізде антиденелердің құрылысы осымен аяқталады. Яғни бүгін мен сіздерге олардың құрылысы қандай және қасиеттері қандай екенін айтып бердім. Егер сіздерге сабақ пайдалы болса, ұнаса, пожалуйста, комментарийда білдіріп кетіңіздер. Осы каналға жазылыңыздар. Ал егер сіздер Instagram арқылы күнде биологияға махаббаттарыңыз ашып, стористарды тест шешкілеріңіз келсе, пожалуйста, менің Instagram'a жазылыңыздар. Ал мен сендерді осы каналда тағы да күтетін боламын. Всем пока!